Hayırlı gün okumuşlar. Endişe, her top böyle oturmuş, her topun altında su var, yatırıp suyunu kaynatınca silkinmez olarak qanday sürek çıkar. Bugünkü bu süreklerдің bugünkü taqrirbен байланысы qanday? Aşıldıma bağımızdan sürekimiz aşılı ya жақсы. Birinci na toptan бастайық ya. Бізде бұл жерде жылқы, яғни ат жас бәйге бейнеленген. Бәйге бұл жерде шығармада бізде шығарма мазмұн сюжетінде бәйге болады. Сол жерде кенжебек тасқұлпаттың өсиетін орындайды. Яғни қашып құтылады. Бұл жерде түркмендермен қазақтар арасындағы жаңағы бәйге, той болады. Сол тойдағы өткізілген бәйге. Жақсы, атадан байын өткізген бәйге. Жақсы, сендерде қандай төре шықты? Кім айтады? Қандай төре шықты? Бізде жылқының суреті шықты. Жылқының шығармамен байланыстырсақ, шығармада Кенжебек осы жылқының арқасында өз еліне қашып кетеді. Жақсы. Ары қарай. Бізде Айгүл Кемелбаева тұста, ол кісі бізде Шашта атты эпикалық шежірелік әңгіменің авторы болып табылады. Жақсы. Қандай сурет түсті? Бізде Мұстафа Шоқайдың суреті түсті. Оның шығармамен байланысы Мұстафа Шоқайдың ұлы шашты. Жақсы. Ендеше түгел тақтаған асыраулар не екен? Қазір енді қаперімде азуында түспей бірақ осынша шығармаларыңыз бола тұра, сіздің шашты деген әңгімеңіз қазақ әдебиеті оқулығына еніпті, 10-шы сыныптың оқулығына. Неге осы шашты әңгімеңіз таңдалды деп ойлайсыз? Шашты әңгімесі өте дұрыс таңдалған деп ойлаймын. Өйткені ол жерде біріншіден ол Мұстафа Шоқайдың 11-ші атасы. Шашты Шынар Кенжебек шашты аталып кеткен. Қыпшақ руының ішіндегі бір кіші ата. Бұл әңгімеші мен сұхбаттарымда да айттым, мақалаларымда да айттым. Қасым Қанбек маған қазақтың үлкен ақыны Қасым хан ағаға өте ризамын. Өйткені сол кісінің елді жерді сүйуі болмаса бұл әңгіме жазылмас еді. Мұстафа Шоқай жолымен деген экспедицияны бастағанда ең бірінші сол Мұстафа Шоқайдың туған жері Шиелідегі Сұлутөбеден бастаған екен ол кісі. Сонда шалдар айтқан, шашының шалдар айтқан, біздің атамыз неге шашты аталғанын қысқа ғана осы сюжетті айтып берген екен. Мен содан үлкен әңгіме жаздым. Маған Жақсы. Осы әңгімеге себеп болған жалпы осы шығарма екен, иә? Әрі қарай, ендеше сабаққа отырамын енді. Бізде сабақ. Әрі қарай. Қараймыз, иә? Топтан оқи қояйық, бір топтан. Тұлпардың тұяғы тоқтағанда даланы, аспан алты жер-жерді ойран асыр болады. Жақсы, келесі. Көшпенділер құм тәңірдері. Келесі. Бабалар біздің шежіре жазып қалды. Келесі. Тегін сұраған жат болмайды, қамай десек, қылығын қазақ. Жақсы. Бұл сөздің барлығы бүгінгі біздің тақырыбымызға байланысты екен. Ендеше бүгін біз сабағымыздың бір тұтас тәрбие бағдарламасына сәйкес ұл тәрбиелей отырып, халықты тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлт тәрбиелейміз деген дәйек сөзге негіздегін деп тұр. Яғни біз бүгінгі сабағымызда көркем шығармада кейіпкерлер жүйесін жинақтаймыз және даралаймыз. Автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтаймыз. Ендеше бұл Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі ежелгі түрікмен елінің Әмударияны бетке алып, сыр бойына келіп, шапқыншылық жасап, 11 жасар оғланды өздерімен бірге тұтқынлыққа алдына басталады екен, иә? Ендеше барлығымыз бірден бастап бастайық. 1, 2, 3, 4, 5 яғни сюжеттік талдау бойынша нақты шығармаларды талдасақ. Қайсы бастайық, немесе жеке оқытушы
айтыңызшы. Әңгімедегі оқиға қай жерден қалай басталады? Түркмендердің Кенжебекті ұстап тұтқынға алуы. Қаша тоқталатмыз. яғни бізде шығармада ең алдымен Атажан бай мен Кенжебектің танысқан жері, яғни Атажан бай бізде қайын деп сұрайды. Осы жерден басталады. Яғни бұл жерде бізде түркмендердің Әмудариядан осы кімді сыр бойынан Кенжебекті алып келуі. Осы жерден басталып кіммен Тасқұл қартпен Кенжебектің таныстығынан басталады. Жақсы. Ары қарай әңгіме қалай дамыды? Ол жерде қандай кейіпкерлер қатысты? Кім айтады? Айару. Оқиға қалай дамыды, олар қандай кейіпкерлер қатысты. Оқиғаның әрмен қарай дамуы бізде Тасқұл мен Кенжебектің танысуынан кейін басталатын болады. Екеуі бір-бірімен жөн сұрасып, солай бастайды. Және де оған кейіпкерлер, екінші кейіпкер ретінде Тасқұл кейіпкер қосылады. Жақсы. Ары қарай әңгімедегі оқиға қалай шиеленісті? Кім айтады? Әңгімеде оқиға қалай шиеленседі? Қалай дамиды ары қарай? Толғанай. Сол шал жаңағы балаға қалай оған тезірек еліне қашу керектігін айтады, оның бүкіл қашу жолдарын айтып, сонымен қатар сол Атажанның аттарын дайындап, бәйгеге қатысып, сол бәйгеде түркмендердің сенімін алып алуын керек деп айтады. Жақсы. Ары қарай әңгімедегі оқиғаның шарттау шегі қалай өріс алды, оған қатысқан кейіпкерлерді таратып айтыңыз. Ары қарай қалай оқиға өрбиді? Шарттау шегі, яғни біз аяғына келіп қалдық, иә? Тағы Айару жалғаймыз иә, тағы қарап отырамыз. Оқиғаның шарттау шегі ең бірінші Кенжебек пен Тасқұл өздері арасында жоспар құрғаннан кейін Кенжебек түркмендерден бәйгенің уақытында қашып шығуды көздейді, және де сол арқылы осы оқиға шарттау шегіне жетеді. Кейін ол Темірқазықты өзіне бағдар етіп еліне қарай кетеді. Тағы қосатынымыз бар ма? Яғни шарттау шегінде тағы қандай оқиға орын алады? Бәйгеде төртінші айналымында Кенжебектің өз еліне қашамын деген шешімі жерде қашып кетеді. Жақсы, басқа да тағы да қандай оқиғаны қосуға болады? Егер Нұрай? Ол бір жылдан соң пышақ көзбен үйіне оралады. Басқа тағы да кім? Тасқұл қарт пен Кенжебектің арасында түн жарымда екеуінің арасында әңгіме болмай ма? Ал шарттау шегі кім жалғайды? Кім жалғаушы? Түнде ұйықтап жатқан баланы Тасқұл қарт тегі оятып алады. Науаф? Қарт оятып, оған айтады, сен өз еліне қашу керексің. Мен осы жақта 60 жыл тұрдым, сен өз еліне қашу керексің. Ал мына жақтағы түркмендер сені аямайды дейді. Мен арқамдағы осы барлық іздер сол қашқаннан кейін сол дүрейлердің іздері деп айтады. Одан кейін сол екеуі барып, өздері жылқыларды дайындайды бәйгеге. Және Кенжебекке қашу үшін арналған жылқыны. Тасқұл қарт Кенжебектің бойындағы барлық сенімсіздікті барлығын байқағаннан кейін бала бұлай қала бермеу керек деп шешеді. Және оған бұл жерге өзінің қалай түскенін, барлық ішіндегі сырларын осы жерде Кенжебекке осы түні ақтарады. Кенжебек осы Тасқұл қарт өзі қатты қашқысы келіп бара жатпаса да, Тасқұл қарттың айтқан өсиетін орындауға осы жерде нақты шешім қабылдайды. Жақсы. Кенжебек бірден келісе ме? Жоқ. Неге? Қорқыныш болады. Егер оны ұсталаса, ол өлі тірі болатын еді. Жақсы. Жақсы, әңгімедегі оқиға қалай аяқталады? Кенжебектің бір жылдан кейін еліне қайтып, түркмендерді қасқылдармен келуі. Жақсы. Жақсы, кім? Беңгір игілік жалғастырамыз иә? Қалай аяқтады? Соғаны? анау баяғы теке түркмендердің өзінің жылқысын қайтарып алады. Жақсы. Жалғай ма тағы? Ару? Теке түркмен ол еліне қайтқаннан кейін осы Тасқұл атаның берген ақылымен барлық парасатын ту етіп алып өзіне сол елінде атақты батыр атанады. Кейін олар осы жаңағы
жаудан кек алу деген бар ғой біздің қазақ қоғамында. Сол бойынша олар өзінің жауынан кегін алып, жаңағы құлдықтағы бүкіл сұлу қыздарын да, бүкіл ерлерін де алып қайтады еліне. Жақсы. Шашты өмірде болған адам ба? Иә. Өмірде болған адам, иә? Яғни кімнің ұрпағы? Жақсы бала. Сонда әңгіме жаңағы осы 11 жасар оғланның түркмен жауынгерлері тұтқындап алып келуінен басталады, ол жаңағы Тасқұл қарттың шешімімен үйге қайтарылуы, яғни үлкен ата жанбайдың үлкен бәйгесі болады, сол бәйгеде ол атты дайындап, барлығын қамдап, алдын ала оны үйретіп, осы 1 жылдан кейін Кенжебек осы шашты атанып еліне келеді. Жақсы, ендеше қазір сабақ айтып отырған балалар, алдымызда домбыра жатыр, сонымен 2 балға бағалап отырамыз. Әр тапсырманы бағалап отырамыз. Жақсы. Тағы да қосатындарың бар ма? Жақсы, болғаны. Осы жағдайда бүкіл уақыт бойы Кенжебек түркмендерде тұтқында болды ғой. Сол кезде ол өзінің шашын алдырмай, шашын өсірген еліне қайтып келген соң, оны барлығы шашты деп атап кеткен. Яғни ол өзінің шашын өсіру арқылы өзінің азаттығын көрсеткен, түркмендерге қарсылығын. Жақсы, келісемін. Жақсы. Ендеше екінші тапсырмамызды бастайық. Енді топтық тапсырма. Сендердің әрбір тапсырмада 4 ұпаймен есептеледі. Балымызды қойып отырамыз, Жылдам орындаймыз. Бізде уақытымыз. Балалар 4 минут уақыт жетеді. Давайте будем с жақтармен асырып. Балалар уақыт кетті. Мұғалім Кенжебек туралы жаза берсе болады ма? Мынау Кенжебек дерек, пікір, сұрақ, іс-әрекет. Үлкен мына жағында жаза беру ғой, солар. Өз дескрипторында берілген әлі. Балалар тапсырманың талабына қараймыз. Дескриптор, критерий берілген. Батыр дегенге Көмек қойып. күшті жағы. Не күшті жағы? Тасқұл қарт деген. Сол Кенжебекке көмектесу. Өзінің бірнекесі бар ғой. Күтті баптап. Қатері бар. Arkadaşlar bir faydası. И ол өзінің жоқсына сен сен қашың сен өсірген жоқыда командир боласың.
Olur vaqtimiz аяқталды. Birinchi birinchi topning topshirmasiga Angliya ideyasi deb boshlaydi birinchi top. Шығармада қайнағайсың деп сұраудың мәні неде? Қазақтар кезінде қайнағайсың деп ойлап, бір-біріне шыққан руын, ата тегін білген, және де осы сұрақты бір-біріне жақынырақ танысып, олардың қай жақтан шыққанын білу үшін қойған, яғни осы шығармада да кенжебекті жылқышы ата бір-бірін жақсы танысу үшін осылай бір-бірінен сұрайды. Шығармадағы әлеуметтік мәселелер. Шаштан әңгімесінде қоғамдағы маңызды әлеуметтік мәселелер көтеріліп, адам өмірі мен тағдыры, әділетсіздік, теңсіздік және халықтың тұрмысы сипатталады. Айтматовтың Найман ана әңгімесі, ондағы негізгі жуан жужандардың қолына бізде жуаманатты құлдыққа жуаманатты адам түседі. Ол кейіпкер шашты әңгімесінің кейіпкерімен салыстырса, оларда екеуі де құл болады және сол кездегі сол замандағы құлдарды өте қатал түрде және аяусыздықпен қарағаны туралы салыстыруға болады. Жақсы, екінші тапсырмалар. Егер кері байланыс беремін десеңіздер, созамыз. Жақсы. Кенжебек жылқыға ерекше қамқорлықпен қарайды. Бұл оның табиғат пен дәстүрге деген үлкен құрметі болып саналады. Келесі бізде пікір. Кейіпкер туралы оқушыны. Кенжебек бізде дәстүрді бағалай отырып, заман талабына бейімделе білетін жас буын өкілі болып саналады. Және де сұрақ, Кенжебек ауылдағы тасқұлдың ақылын тыңдай отырып, еліне орала алады ма? Автордың кейіпкерді суреттеуі Кенжебек жылқыларды күтіп, баптап, оның құндылығын түсініп, ауылдың өміріне белсенді қатысады. Жақсы. Жапон бағалау арқылы қосатынымыз бар ма? Бар ма? Жоқ. Жоқ, иә, ешқандай мен сұрағым жоқ. Жақсы. Ары қарай. Біз кейіпкерде тасқұл хатты алдық. Оның бізде күшті жақтарын және әлсіз жақтарын мүмкіндіктерін және қауіп-қатерлерін сипаттады. Бізде тасқұл хаттың күшті жақтары ол Кенжебекті құлдықтан босатуына мүмкіндік туды, және де ол бала ол өз мақсатына жетеді. Ол тәуекелшіл болған, және де ол жылқы баптау арқылы өзінің жылқысына сенімді болды. Сол арқылы ол Кенжебекке бата беріп, қашуына рух береді. Әлсіз жақтарына біз оның қорқақтығы, сенімсіздігін кіргізе аламыз, және де рухани әлсіз болды, құлдықта болғанда еш қарсылық көрсетпеген және өз құқықтарын қорғамаған белгілі болады. Мүмкіндіктері ол өз еліне оралуға мүмкіндігі болды және де Кенжебекті құлдықтан босатады. Ал қауіп-қатері ол тасқұлға бізде түркмендерде 60 жыл құлдықта болған. Бұл яғни оның өміріне көптеген зиян, өміріне көптеген қауіп-қатер төнуі мүмкін. Ол тіпті құлдықта жүріп өліп те кетуі мүмкін. Оған көптеген зорлық-зомбылық істелді құлдықта жүріп.
жақсы, менің бір мынандай қосатыным бар иә. Жалпы тасқұл адам рухани әлсіз деп айтуға келмейтін шығар иә. Ол жаңа көнді сол жақтың тәртібіне, сол жақтың тұтқындалуына көнді, бірақ ол жаңағы өзінің рухын жоғалтқан жоқ. 60 жыл өмір сүрсе иә. Қосатыны бар екен, жақсы. Оның мүмкіндіктері ол данашылығын жастарға үйреткісі келді. Сосын сол ішіндегі рухани мұраны сол жастарға насихаттағысы келді. Сосын әлсіз жағынан ол физикалық әлсіз болды. Сосын оны сол түркмендер өз жағына алып келген, қашып кеткен. Сол жағынан әлсіз деп қарауға болады, тұтқынға түскен жағынан. Сосын қорытындылай келе ол осы тасқұл ата осы қазақы дәстүр мен рухани байлықтың символы және үлгісі болып табылады. Батырлықтың үлгісі деп айтуға болады иә. Жақсы. Көзқарастарымызды жеткізу болады. Кенжебек шашы тіктіп, қатаң заманда туған, елін, жерін қорғау үшін барын салған елжүрек жас жігіт. Өмірлік мақсаттары өз еліне оралып түркмендерге қарсы тойтарыс берді. Кенжебек өте батыл, елі жерді үшін, бостандық үшін күресті. Тасқұл портреті. Жылқышы қарт көпті көрген, тасқа сіңіп құл болып кеткен, яғни құл болып жалғанған. Өмірлік мақсаттары өз орындалмаған мақсаттарын Кенжебек арқылы жүзеге асырды. Көзқарасын тасқұлдың өсиеті, батасы қабыл болып, арнаны орындалған. Менің қосатым бар, тасқа сіңіп емес, жаңа тастай сіңіп, сол түркмендерге құл есебінде жұмсалған, сондықтан ол кісінің аты тасқұл болған екен. Жақсы, келесі тапсырмаға назар аударайық, бағалаймыз. Бағалап отырыңдар, ұмытпаймыз. Жақсы, келесі тапсырма. Мен сендерге тапсырманы қаратам. Үзінді бар, үзіндіні оқимыз. Үзіндінің керек жерін оқимыз қазір. Қазір мен сендерге заттар берем. Не істейміз? Кімдерге қазақтар мен түркмендердің бейнесі түсті, сол жерде мен QR бердім, ол QR кодта біздің неміз бар, толық шығармамыз бар. Уақыт етті балалар. Айтайын біреуін жазды. Қазақтардың немесі осы мәтінде қазақтар қалай сипатталады? Түрікменмен теке руына қатысты мәлімет іздестірген. Олар адай руымен ерекше атап көрсеткен. адай руымен Как типа жылқының басы шанаң бағасын жіберген.
мен ақыл сөз айтайын ба? әулеттерге қыпшақтан жылқыға әйел тамашаға солардан олжа табады ғой. шығармада айтылушы еді ғой, шығармада айтқан жылқыларды олар адам сияқты неткен жерлеп сондай адай біресе текер оны жазды. Сыр бойына теке жауына сыр бойына олар сыр бойына жер шабуыл жасап отырды. Мен ежелден далада тежеусіз қуандай өскен қарақшылар үстен тек көреді. Ал ғасыр патшасына болмады, арада сырбаға жоқ. Түркілердің қазақтары Қарны қыпқыршақ атайды. Allah tapsırmаны толығымен бастаймыз, я қарай. Үзіндіні оқи отырып шығармадағы жылқы малына баға берер, қалай баға берер едім. Басқа шығармадан қандай мысал келтіруге болады. Бұл жерде жылқы малын сипаттап жазған, сондай үзінді берілген. Андай ер адамдар сол кезде оны өздерінің аттарын қазынаға айырбастамағанын айтады. Әрқашан жанында жүріп, айтылы ұрыста өздерін жалғыз қалдырмағаны туралы сипаттайды, және де басқа шығармада мысал келтіретін болса, Ілияс Жансүгіров құлагер поэмасын алуға болады. Бұл жерде ақан сері өзінің жан досы әрқашан жолда тастамаған құлагері туралы айтылатын болады, бірақ ол ең соңында андай бір көреалмаушылықтан, қасақанадан қайтыс болып кететін болады. Және де содан бір шығарма үзінді оқитын болсақ, ақан сірді құлагердің кесіп алып басын сілмен, екі ерді алды бас терісін жеген, қырық көздің жасын төгіп жүріп сипап. Бұл жерде ақан серінің өзінің құлагерін қатты жақсы көргенін көре алатын боламыз, және де ол қара жерге оның басын қимай өзімен бірге алып кеткенін айта аламыз. Жақсы. Жаңағы мына қосатынымыз бар ма? Жақсы, мынадай аттың сыны бар, абайда. Шоқпарда кейпілі бар, қамыс құлақ, қой мойынды, қоязжақ, бөкен қабақ, ауыз омыртқа шығыңқы майда жалды, ой желке үңірейген болса сағақ. Теке мұрын салперін ұзын түсті, қабырғалы жотасы болса күшті, ойынды еті бөп бөлек омыраулы, тояттаған бүркіттей салқы төсті деген Абайдың аттың сыны өлеңі бар екен. Жақсы, қабылдаймыз. Ары қарай келесі топ. Цвет ұлттық құндылықтар картасы, яғни біріншісі шығармада
құндылықты, үшіншісі нақыл сөздер, және шығармадағы салт дәстүр және әдет. Біріншісі бізде 7 атадан аспаған қызды алыспау дәстүрі қазақтарда осы уақытқа дейін сақталып келеді. Келесі бізде екіншісі ежелдің біздің қазақ нәсілін жалпақ тіл, қаңлы, қыпшақ деп атайды деген нақыл сөз бар. Келесі бізде рухани құндылықтарға жақындық, яғни ол жерде кейіпкерлердің арасындағы бір-біріне сүйіспеншілік, бауырмалдылық, еліне деген махаббат, сондай сияқты сезімдері айқын көрсетіледі. Одан кейін бізде ежелден біздің туған жерге деген сүйіспеншілігін айта аламыз. Содан кейін қазақтардың бір-біріне жанашырлығы және Тасқұлдың Кенжебекке деген бауырмалдылығы, ол үшін жаны шыр етіп, оның еліне қайту үшін барлық ақыл кеңесін айтып, оған еліне оралуға бар күшін салған. Содан біз азаттығын шаш өсіру арқылы көрсетуін айтамыз. Яғни Кенжебек өзінің еліне бармай тұрып, сол уақытқа дейін өзінің шашын өсіріп, сол шашын өсіру арқылы өзінің азаттығын, еркіндігін түрікмендерден деген сондай несін шаш арқылы көрсететін болған. Сонымен қатар бізде шаш деген ол Мұстафа Шоқайдың арғы оншы аты бабасының аты шашты болған. Осыған байланысты шығарманың да аты шашты деп аталған. Не себептен сіздер ондай сюжет салуды шештіңіздер? Себебі бұл осы салт дәстүрге, әдет-ғұрыпқа насихатталған. Бұл жерде нақыл сөздер, ұлттық құндылықтар үшін, мысалы алыспау дәстүрі секілді әдет-ғұрыптар бар. Бұл бізде ұлттық құндылықтар картасы. Бұның барлығы біздің басымыздан тарайды. Барлық зат біздің санамызға байланысты, содан тарайды. Неге осы суретті алдыңыздар? Неге шашты алдыңыздар? Осы шығармаға байланысты адамның шашына салуды жөн көрдік. Жақсы. Келесі? Ал, сендердің кім оларыңыз? Бізде қазақтар мектебінде осы әңгімедегі текерімді қасырды іздестіріп, автор ерте болуында ерекше атап көрсеткен жазды. Автор бұл жерде теке жауметруын ерекше атап көрсеткен, яғни бұл жердегі шығармадағы мәліметтер теке жауметруы бізде қазақтар сияқты 7 атадан асып қыз алыспай қыз беріспеген. Түрікмендердің басқа руларының барлығы 7 атаға қарамай қыз алысып қыз берсе, теке жауметруы ғана ерекше 7 атадан асып қана қыз алысып қыз беріскен. Яғни өте таза ру ретінде алынған. Және бізде теке жауметруы адайлармен бірде қас, бірде дос болып әртүрлі болып жүрген. Және теке жауметруы бізде жылқыға аса бейім болған. Яғни жылқы олар үшін өте қасиетті жануар болған. Тіпті олар жылқыны адам сияқты кебінде жерге адам сияқты көмген. Және теке жауметруы бізде сыр бойына ерекше жиі шабуыл жасап отқан. Олар екеуі де обал сауапты білген қазақтар сияқты ел болған. Яғни қазақтар да түрікмен руы да тірі жан иесін босқа өлтірмеген, яғни жоғары қойып отырған. Және бұл жерде бізде тағы түрікмендердің бейнесі, олар парсы патшаларына бағынған, және олар түрікмен руына қарағанда жауметруы бізде айырбас саудаға жауметруы көп жүрген. Бейім болған. Иә, бейім болған. Және түрікмендер құмға тізімді жаңаларда аса қатты қалар деген әсіресе түйіледі. Жақсы. Бармақ қосатынымыз жанында келесі тұр. Оқып кетуге болады. Теке жәулет ерсары өкілен салыр тайпалары бір-бірімен қыз алыспайды. 24 ата түрікменде қазақ рулары сияқты алыстан 7 судан асырып құдаласу салты жоқ. Қыздарын қызғыштай қориды. Қазақ пен түрікмен өзара шабысу, аламаннан екі жағы да ешқашан айныған емес. Оғыз Қыпшақтан бергі көрген тірлік жылқы алу, әйел, қыз, балашаға олжалау. Атып кеткенде осы оғыздарда бізде 7 атадан аспай, яғни 5 атадан бастап уже бір-бірлерінің арасында қыз алып, қыз берісу деген бар. Ал қазақтарға келетін болсақ, қазақтар бізде 7 атадан аспай қыз алмайды. Сондықтан да бұл салт дәстүр бізге жат көрінеді. Оғыз Қыпшақтан бері көрген тірлік жылқы алу, әйел, қыз алу және балашаға олжалау, яғни жаңағы әйел алған кезде оның баласының есіміне құл деген тірек сөзі жалғайды. Ал өздерінің
текті руына, яғни Текежа Үміт, Ерсары, Ғоплен сияқты рулардан шыққан балаларға есіміне Бек деген тірек сөздер жалғайды. Бек, бегім деген сөздер жалғап отырған, иә? Және мынау тұтқынға алып келген адамдарды жылқының өздеріне алған, оларды құлдыққа сатып отырған, иә? Және шығармада айтылады екен. Жақсы, қосатынымыз бар ма? Жақсы. Ендеше бөл тақтаға назар аударамыз, иә? Балалар назар аударып, бір-бір оқушыдан жылдам жауап беріп отырамыз. Бұл әңгіме кейіпкері шашы ұзын қыз бала. Мұнда қазақ халқының қиын-қыстау кезеңінің бір көрінісі суреттелген. Әңгіменің авторы 19-шы ғасырда өмір сүрген. Басты кейіпкер жылқышы түрікпен шал. Кенжебекке қашуға үгіттеген тұтқын шал. Жақсы. Сонымен біз жаңағы шығармадағы шашты әңгімесіндегі негізгі кейіпкер кім? Басты кейіпкер Кенжебек, сосын Тасқұлқан, сосын кім айтылады? Жақсы. Неге шашты аталды шығарма? Мұстафа Шоқайдың оның шығысы. Сонымен қатар Кенжебектің шашының өсуі. Кұршақ руының баласының есімі болғаны. Жақсы, тағы да бір бата берілі не деп айтшы? Шашты дегеніміз. Толғанай, түкті күннің сәулесі, түсірілген сәуле деп береді екен. Жақсы. Шығармадағы Тасқұл қарт пен Кенжебектің бойынан адамгершілік, мейірімділік, бауырмалдылық, адалдық сияқты құндылықтарды байқауға болады. Адамзат бойындағы ізгілік пен зұлымдық, жақсылық пен жамандық, ақыл мен парасат, рух пен рухани күйреу ұғымдардың маңызына тоқталып, шығармадағы құндылықтар жайлы сөз қозғаңыз. Қандай сөз қозғаушы еді? Не айтар еді осы шығарма бойынша? Жақсы айтады. Зұлымдыққа түркмендердің жаңағы Кенжебекті ұстап жаңағы құлдыққа әкелуі, ал ізгілік ол жаңағы Тасқұл қарттың Кенжебекке деген жасаған көрсеткен көмегімен жаңағы рух беріп сендіру, яғни ішкі жан дүниесін. Келісемін. Әрі қарай жақсылық пен жамандық құндылығы, иә? Сөйлейік, Ару. Бұл шығармадағы Тасқұл атаның қарттың өзінің осыншама қиындық көргеніне қатар өзінің рухани күйремей, өзінің рухын сақтап қалып, оны басқа қазақ баласына насихаттауынан біз жақсылықты көре аламыз. Және де олардың осы шығармада бауырмалдық қасиетінің құндылығын сипаттауға болады, себебі әрбір қазақ өзіне бір-біріне бауырмал және де рух беріп көмектесіп жүру керек деген жағында. Тасқұл шал Кенжебекке өзінің ақылын айту арқылы ақыл мен парасатын Кенжебек шалдың сөзін тыңдап өз еліне қайта орала алады. Тағы? Рух пен рухани күйреуге біз Тасқұл қарттың өзі өмірінде бата беріп көрмесе де, осы Кенжебекке рух беру мақсатында өмірінде алғаш рет осы шашты түкті арқылы батасын тілеп, яғни Кенжебектің бойындағы сенімсіздікті байқап, оған рух береді. Яғни осыны біз рух пен рухани күйреуге ала аламыз. Рухани күйреу деген жаңағы оның жігерінің сөйлеуі ғой, иә? Бұл жерде Тасқұл қарт рухани күйремеген, яғни өзінің бойындағы рухын кімге берген? Кенжебекке берген. Сол арқылы оның
отанына оралсын, үйіне оралсын. 11 жаса баланың тағдыры менің тағдырымды қайталамасын деп, осындай рух беріп, оны еліне және қашырып жүрген. Тағы да не айтамыз? Қандай құндылықтар тағы да? Қандай қосуға болады? Ақыл мен парасат. Осы туралы сөз қозғайды. Ақыл мен парасат. Осы Кенжебек ақылы болған, ол қашса да, мен түркмендер ұстап алады ғой деген алайда оған тас қылқан рух беріп, сен менің өсіген атымда күмәнің болмасын деп, оған рух беріп өмір береді. Өте жақсы. Тағы да бар ма қосатынымыз? Адалдық құндылығына тоқталатын болсақ, ол жерде осы Тасқұл қарт осы құлдыққа беріліп кетпей, сол елдің құндылығын өзіне сіңдірмей, өзінің қазақилығын сақтап, соны жаңағы Кенжебекке насихаттауының өзі өзінің еліне деген адалдығын көрсетеді. Жақсы, сонда жаңағы ізгілік, жақсылық, ақылдылық, парасаттылық, рухтылық, отанға деген сүйіспеншілік, қазақтардың арасындағы бауырмалдық қасиеттерді қазіргі кездерде мысалы сендердің де бойларында көруге болады деп ойлаймын. Жақсы, сонда шығарманың соңында Тасқұл қарттың арманы орындалды ма? Орындалды. Кенжебек арқылы өз арманына жетті. Жақсы, Кенжебек арқылы өз арманына жетті. Кенжебекті қашырып, оны еліне жіберу арқылы Тасқұл қарт өзінің 60 жылғы арманын орындады деп ойлаймыз. Жақсы. Ендеше үйге тапсырма шашты әңгімесін жаңашылдығы туралы жазасыңдар, жаңашыл жағынан қарайсыңдар. Қазіргі заманмен салыстыруға болады. Жақсы. Ендеше мен сендерге сілтеме жібергенмін. Сілтемені кімдеріне болады? Осы сабақты қорытындылап, бүгінгі сабақтан түйгенім. Қорытындылай қояйық сабағымызды. Қызық ма? Жақсы. Жақсы, ал игілік қорытындылайын дейді. Жақсы. Ұлың құл боп, қызың күн боп, үрей басқан заманда, жұртың кем боп, елің жем боп, қайратта жоқ адамда, ақыл қоспай ісіне, адал болмас арамда, жақсы болмас жаманда. Тасқұл қарттың айтқаны, өсиет күштен қайтпады, шашты түкті атанып, Кенжебек елге қайтқаны. Жақсы, рахмет. Рухани қолдау әрдайым маңызды, ешқашан рухани бермеу керек. Менің сабақтан түйгенім үмітіңді үзбеу керек. Жаңағы еліне кішкене түсінбей жатыр, жаңағы сүйіспеншілік болу керек дейді, рух сөнбеу керек дейді. Осындай жаңағы сабақтан оқушылардың түйген ой келіп жатыр екен. Ендеше бүкіл баға алаймыз, осы тапсырмамызды толық бағалаймыз, бағамыз